деп аталады. Бұл орта ғасырлық Ақболған деген қала болған осы маңда. Осының айналасында Қоңыраттың бірнеше рулары, қожа руы бәріміз бірге тұрып, бірнеше ғасырдан бірге өмір сүріп келе жатырмыз. Біздің енді негізімізді бақсайыстар деп атайды, қожаның ішіндегі. Енді бақсайыстың атына байланысты айтатын болсақ, үлкен ғалымдар, шежірешілер, жазушылар, ақындар шыққан сондай белгілі әулет болып табылады. Менің өзім атым Ермахан болса, әкемнің аты Төреқожа, бабамның аты Балтай, одан үлкен бабамның аты Меңліқожа, одан үлкен бабамның аты Досанқожа, сосын Орманғарай Анапия, Үппіқожа, Ыбырайым Шайық, Абылай, Аллаберді Шайық деп бақсайысқа 26-27 атамен барамыз. Құдайдың берген Аллаға шүкір дейміз. 5 ұл қызым бар. 20-ның үстінде шөберелерім бар. 10-ның үстінде шөберелерім бар. Алла әйтеу тіл көзден сақтасын, өсімін отырған азаматпыз. Менің енді бұна қызым өзінің 7 атасын айтып берсін, атакем содан баста. Өзіңнің атыңды айт. Атым Ұлпан, әкемнің аты Дәурен, атамның аты Ермахан, атамның әкесінің аты Төреқожа, одан кейін Балтайқожа, одан кейін Меңліқожа, одан кейін Досанқожа, одан кейін Анапия, сосын Үппіқожа. Ал Әдия, сен айт. Атым Әдия, әкемнің аты Сәкен, атам Ермахан, бабам Төреқожа, Балтайқожа, Меңліқожа, Досанқожа, Анапия, Үппіқожа. Ләйлә деген менің осы арадағы үлкен қызым. Дәурен, Ермахан, Төреқожа, Балтайқожа, Меңліқожа, Досанқожа, Анапия, Үппіқожа. Мынау менің жанымда отырған менің жан жолдасым Разия Амитқызы. Біздің тұрмыс құрғанымызға қазір 55 жыл уақыт болды. Айтып отырмын ғой, жаңағы 5 ұл қызды тәрбиелеп өсірді. Біздің жаңағы әулетіміздің өсіп өркендеуіне менімен бірде артық болмаса кем емес тіршілік жасаған менің жан жолдасым. Мынау бүгін Наурыз көже несін жасап отырмыз. Сол Наурыз көжеге байланысты өзінің пікірін айтсын. Мен жолдасым Разияға кезек берейін. Қамызға беріп атқан Наурыз көже. Наурыз көжені 7 түрлі нәрседен жасайды. Сол да көпшілікті шақырып, соған беретіндігіміз. Биыл неге байланысты? Кішігірім өз отандарымыз, өз семьямызға, бала шағамызбен ішіп атырмыз. Сол бала шағамыздың бәрі келіп, жақындағылар, алыстағылар келемайды. Аман есен отырған. Мынау Түркістен совхозы деген белгілі шаруашылық болды орта уақытында. 2,5 мың гектарға дейін күріш өтті. 2000-ның үстінде қара малы болды, 1000-ның үстінде жылқысы болды. Сөйткен үлкен шаруашылық еді. Осында қазір 5000-ға жуық халық тұрады. 700-800-дей отбасы үй бар, осында жан үйі бар. Сол барлық
басқа жерлерінде ашаршылықтың кезінде Өзбекстанға көшіп кеткен ағайындар қайтып келіп, сосын жаңағы Манап ауылында тұрған, Көсеркеде тұрған ағайындардың барлығы көпшілігі осында көшіп келіп, осы арада бірге өмір сүріп, тіршілік етіп жатқан жандармыз. Алла енді мына бітеп келіп жатыр ғой, осыған байланысты көшеге шығу жоқ, үйімізде отырып, бала шағамыздың алдында ескі өткен кеткен әңгімелерімізді айтып, олардың әңгімесін тыңдап, басқа да сондай қызықшылықтарды өткізіп, үйде отырып жатқан жағдайымыз бар. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Алла мына індеттен құтқарсын деп есептеймін. Енді бір Алла деп бұрыннан жадымыздан, есімізден шығармаған жанбыз. Менің өзім осы 92-93 жылдардан бастап намаз оқып, ораза тұтып бастап жүрген қариямын. Құрандық сауатым бар. Алдымызда Рамазан ай келе жатыр. Бұл айлардың ең құрметтісі. 1000 айдан артық ай деп аталады бұнда. Сол мінекей Рамазан айы енді осы ертең 23 күні түсейін деп отыр. 24-тен бастап ауыз бекітеміз деп жатырмыз. Әрине бұрынғыдай ауылдық мешітке барып, тарапа оқитын, намаз оқитын жағдайлардың бәрі қалып отыр. Қазір сол үйімізде отырып, шамамыздың келгенінше ораза тұтып, намазымызды оқып отырмыз. Мынау Рамазан айы барлығымызға құтты бола берсін. Осының берекесі, шапағаты барлығымызға тие берсін. Алла осындай оразадан оразаға жақсылыққа жеткізе берсін. Қазақтың үлкен тамағы келіп жатыр. Ет дейді ғой. Осының алдында мен енді ата-бабамыздан келе жатырған елдің жолымен, халықтың жолымен бір бата беріп берейін. Амин, алхамдулиллахи раббил аламин. Жаппар Алам оңғарсын, әулиелер қолдасын. Қасында болсын әрдайым Қызыр баба жолдасын. Сосын келген апаттан жаратушым қорғасын. Сара жолым бастаған сақтасын Құдай ел басын. Билікке келген көшбасын, заманның заңғар тұлғасын. Егемен елге әрқашан бейбіт күндер сыйласын. Дастархан нанға толсын, өрісім малға толсын. Шаңырағым жанға толсын, аспаным нұрға толсын, ақжүрек сырға толсын, мереке жырға толсын, нұр жүзім ажарлы болсын. Құдайым көп берсін, қазынасына жеткерсін. Шұғыла күн сәуле шашып, шатты көзімді кезімді көп көрсін. Еркінсіп қалған еліман, момақан көмбіс еліман, күтпеген осы бәледен қашанғы үйге қамалам, өзіңінен медет табалам, құдіреті күшті жан Аллам. Амин. Аллаху акбар. Ал енді мынау қазақтың негізгі асы ет деген тамақ келіп отыр. Әрине бұл табақтың қазақта жолы бар, жөні бар. Табақтағы, ас табақтағы жіліктің немесе басты ең үлкен осы үйдің, осы жердегі ең үлкен азаматқа береді. Бұл еттің несінде мінекей жылқының қазысы бар, қолдың, қойдың құйрығы бар, сиырдың мінекей ортан жілік несі бар демекші, осындай мүшесімен салады. Құда қаласа мінекей жүзіміз жарқын бола берсін. Мынау тамақты алып отырыңдар, жеп отырыңдар. Құда қаласа мінекей жесетті ет дейді ғой. Аумин. Аллаху акбар. Түгіскен ел едіп отқан еліміз, Аққорған ел едіп отқан еліміз. Бұл тарихқа белгілі облыс ауданға, облысқа, республикаға танымал өңірдің біреуі болып табылады. Осы елден шыққан бұрынғы белгілі азаматтар болса да бар. Кешегі Кеңес одағының кезінде Ержанов Нақып деген кісі, Кәдіров Тағайып Кәдір деген азамат, сосын мынау енді Қосенкі жағынан келіп отқан Құрымбаев, Серқұл деген азаматтар, Әсердал деген азаматтар. Бұлар Кеңес одағының еңбек ері атақтарын алған негізгі батырлар болып табылады. Сұлтанов Әлиасқар деген күрішші
3 dаңқ орденінің 3 дәрежесінде алған еңбек еріменен теңестірілетін азаматта осы елдің азаматы болып табылады. Ал енді одан кейінгі ұрпақтардан осы елден шыққан, осы мектепте оқып, осы өңірден өскен, мынау Садан Амангелді Құрбанов деген баламыз, ініміз, қазір академик, Қазақстанның академигі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, микробиология институтының директоры болып, пәлен жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр. Сонымен қатар кешегі өмірден өткен бауырымыз Ыдырысов Құттықожа ауылдағы экономист, бухгалтер болып жұмысты бастап, облыстың финанс бөлімдерін басқарып, облыстың әкімінің орынбасары болып, одан парламентке 2 рет сайланған қоғамдық қайраткер болып табылады. Қазіргі кезде Туғанбаев Балайым деген қарындасымыз парламент сенат мәжілісінің депутаты болып отыр. Мінекей біздің елімізде осындай атақты адамдар көп шыққан, енді оның барлығын тізіп айта беруге болмайды. Ішіндегі толық жетістікке жеткендерін, нелерін айтып отырмын мен. Сондай бұл белгілі ауыл, республикаға белгілі нәрсе. Түркістан елінің тарихына байланысты айтқанымда 1967 жылғы ноябрь айында осы совхоз болып ашылып, ол уақытта мемлекеттік шаруашылық болып ашылу дегеннің өзі үлкен жетістік болып табылатын, елде кездесетін. Сол уақытта жаңадан құрылған ел едік. Қазір Жаңақорған ауданындағы ең ірі ауылдардың біреу болып отыр. 5000 халқы бар деп айттым ғой жаңа. 700-800 үй бар. Осы уақытқа дейін совхоз әлі де сол мемлекеттік шаруашылық есебінен акционерлік қоғамға өткеніменен бұрынғы тірлігін жалғастырып келе жатыр. Тұқым даярлап, бүкіл облысқа жоғарғы сортты тұқымдарды өндіріп беретін осы елімізде Түркістан совхозының орнын басқан акционерлік шаруашылық бар. Құдай қаласа мінекей бұл елдің әлде де келешегі зор болады деген үмітім бар. Атаммен жол жүруім керек еді, маған бір бата береді. Амин, альхамдулилlah, аламин. Алла жолыңды берсін, аманшылығыңды берсін. Барған жеріңде аман бол, есен бол. Құдай қаласа оқуыңды жалғастырып, мына жоғарғы оқу орнын бітіре бер. Сенің өмірде жақсы болуыңа, өмірде үлгілі болуыңа, осы елдің атын шығаратындай, біздің атымызды ұлықтайтындай үлкен ұл болып өсе бер. Денің сау болсын, өмірің ұзақ болсын.